Құрметті 7 сыныптың оқушылары, бүгін біз физикадан 3-ші тоқсанның гидростатикалық қысым деген тақырыбын қарастырамыз. Егер каналға бірінші рет кіріп отырсаңдар, онда міндетті түрде подписаться батырмасын басып, тіркеліп алыңдар. Сонда барлық математика, физика, алгебра, геометрия пәндері бойынша тапсырмаларды бірінші болып көретін боласыңдар. Енді бұл сендердің кітаптарыңның 23-ші параграфында берілген. Осыдан қысым бойынша оқып алыңдар. Қысым табу формуласы ол P тең болады, ρ көбейту JH дегенді білдіреді. Енді 4 есеп берілген екен. Бірінші есепте ыдысқа су құйылды. Су қабатының биіктігі 10 см болса, судың ыдыс түбіне түсіретін қысымы неге тең дейді. 10 см-ді біз метрге айландырып аламыз, 0,1 метр деп. Судың тығыздығы 1000 кг метр куб, еркін түсудеуі 10 метр секунд квадрат. Осыны формулаға қоятын болсақ, 1000 паскаль немесе 1 кило паскаль деп жазамыз. Екінші есепте көлемі 20 метр куб және биіктігі 3,16 метр бактың 4/3 бөлігі суаруға арналған сумен толтырылды. Бактың түбінде орналасқан ауданы 18 см квадраттығынға судың түсіретін қысым күшін анықтаңдар дейді. Бұл есепті де осы тақырыптағы формула бойынша шығарамыз. Енді көлем беріліп тұр, биіктік беріліп тұр және аудан беріліп тұр. P тең болады, ρ JH, F P көбейту S пенен шығарамыз. Ең бірінші биіктікті тауып аламыз, яғни 3,16-ны 4/3 бөлігіне көбейтіп 2,17 болады. Арғарай орнына қойып, P менен P-ны табамыз. 486 ньютон күш болады. Енді үшінші есепте 5 метр тереңдікте жүзіп жүрген балыққа түсірілетін қысымды анықтаңдар дейді. Ал төртінші есепте куб пішінді ыдыс ернеуіне дейін массалары бірдей сумен және керосинмен толтырылды сұйықтардың ыдыс түбіне түсіретін қысымдары қандай? Куб қырының ұзындығы 36 см дейді. Енді үшінші есепті қарастырсақ, биіктік 5 метр екен. P тең болады, ρ JH пенен шығара саламыз. Яғни судың тығыздығын, еркін сөндеуіне және 5-ке көбейтіп 50.000 паскаль, ол тең 50 кило паскаль болады екен. Бұл каналдың ссылкасын басқа сыныптастарыңмен, достарыңмен бөлісіп, лайк, комментарий жазып отырыңдар. Енді төртінші есепті табу үшін ең алдымен біз оның көлемін тауып аламыз бактардың, яғни куб 0,36 квадратқа кубтаймыз, ал аудан табу үшін S тең 0,36 квадрат болады. Бұдан теңдеу жүйесін шығару арқылы біз судың көлемі мен керосиннің көлемін тауып аламыз. Содан кейін барып судың массасын анықтап, жалпы керосин мен су бойынша массаны тауып алады екенбіз де қысымды табамыз. Сонда 3200 паскаль. Яғни бұл дегеніміз 3,12 кило паскаль болып шығады. Егер түсініксіз болып жатса, басына айналдырып көрулеріңе болады. Барлығы түсінікті.